Табиғат аясында серуендеу, жағажай маңын торып, аптап ыстықта суға шомылу. Бұл солтүстік қазақстандықтарға жаз мезгілінде сирек кездесетін жайт. Биылғы жаздың маусым айында ауа райы құбылмалы болып, бірде жауын жауса, кей жерлерде ұйытқыма жел тұрды. Ал шілде айының екінші онкүндігінде ауа райы күрт өзгеріп, сынап бағанасы плюс 35-ке дейін көтеріледі дейді синоптиктер. Антициклон шығуына байланысты алдағы күндерде облыс бойынша ауа температурасы түнде 10-15 градус жылыдан 15-20 градус жылыға дейін, күндіз 24-29 градус жылыдан 31-36 градус жылыға дейін жоғарылайды. Облыс аумағында жаздың үшінші онкүндігінде бұл температура сақталады. Сынап бағанасы түнде кей жерлерде 18-23 градусты көрсетсе, күндіз 30-35 градус жылыны көрсетеді. Ауа райының мұндай тұрақсыздығы Петропавл тұрғындарына өз жоспарларын орындауға еш кедергі келтірмейді екен. Июнь суық болды, июль енді жылына бастады. Осылай жылы болсын. Жылы болса жақсы болады. Балалар көп атсетеді. Жылы болады, жақсы болады. Маған өзіміздің осы қоңыржай, салқын климатымыз маған өте ұнайды. Солтүстіктің ауа райы енді бұрыннан өзіміз үйренген ауа райы. Өзімізге жағады расында да. Басқа жаққа барғымыз да келмейді. Ауа райы, табиғаты тамаша. Жаздың екінші айында жауын-шашынның орташа мөлшері 53-69 мм құрайды. Петропавл қаласы бойынша ең жоғары температура шілде айына 1940 жылы сынап бағанасы плюс 40,5 градусты көрсетіпті. Жаздың екінші айында ең салқын күн 1947 жылдың 1 шілдесінде тіркеліп, термометрде плюс 4,2 градус анықталыпты. Гүлімжан Қайырбекова, Азамат Елубаев, Первый Северный.